Жақыннан бері әлемде көптеген елдердегі болып жатқан халықтық қозғалыс, халықтық төңкерістің білтесін Ши Цзиньпин өз қолымен тұтатып жатыр. Өткен бірнеше уақытта жер шарында 4 елде өзгеріс басталды. Яғни халықтың кең көлемді көшеге шығып қарсылық білдіруі, бейбіт жолмен мемлекеттік жүйені өзгерту, билік ауыстыру басталып кетті. 7 айда Таиландтан басталған еді. Таиланд студенттері көшеге шықты. Басында олар оқушылар қозғалыс есебінде болғанымен, бара-бара адамдар көбейіп, көлемі ұлғайып, Таиландтың барлық жеріне таралған. Бүкіл мемлекеттік төңкеріске әкеліп соқты. Кешегі хабарында ереуілшілердің қатары тіптен молайған. Бұл кезіндегі Гонконг қозғалысын еске салады. Шындығында бұл қозғалыстар бір-біріне байланысты. Өйткені белсенділер көтеріліске қатысушылардың көбі жастар. Гонконг жастары сияқты Таиланд жастары да ешқандай бір системалы, жүйелі ұйымдасқан мемлекеттік ұйымдар емес. Олардың бәрі интернет арқылы Найча Лемон сүтті шай бірлестігі, сүтті шай тобы деген атпен, сондай сылтаумен бірлескендер. Жастарға шай ішу қазір мода. Корея, Тайвань, Индия, Филиппин жастары, бұл елдердің бәрінде жастар осындай шай ішкенді жақсы көреді. Олар интернетте үнемі пікір алмастырып отырады. Дәл осы себептерден соң Таиланд жастары көтеріле бастады. Тура Гонконг жастар сияқты тәсіл қолданды. Мысалы, сақшылар келсе дереу тарқалу, сақшылар аз, назары көп түспейтін орындарда кең көлемді топтасу, қарсылық білдіру. Яғни су сияқты, судың ағысы сияқты, су шұңқырға жиналады, әсте биік жерге шапшып шықпайды. Табиғи су сияқты жиналу, ұйымдасуды айтып отыр. Тағы да Гонконг жастары сияқты сулық киіп қолшатыр ұстаған. Бұл үкімет адамдарының сумен ұру, ашты бұрыш, көзді аштатын, ашты бұрыш суынан қорғану мақсатында киген. Әрі көтерілістің бір белгісі ретінде қолданған. Бұлардың бәрінен алда жастар үйрену керек. 8 айда Белоруссияда халық көтерілді. Алғашында Белоруссияның қазіргі президентіне қарсы оның биліктен кетуін халық талап еткен болатын. 26 жыл билік құрған. Алғашында халық билет тастау арқылы өздері алып шыққан. Соңынан ол өз билігін сақтап қалу үшін қатты қарманды. 26 жыл болды. Халық шыдамады. Сайламдағы 80% нәтижені халық мойындамады. Әділ сайлам болмады деп көшеге шықты. Қазірге дейін 12-ші аптасы жалғасуда. Белоруссияның жан саны көп емес, бірақ халық әділетсіздіктен, ұятсыз биліктен әбден шаршады. Сөзсіз өзгеріс болу керек деп шешті. 10 айдың 25 күні Белоруссияның дәл осы күні қазіргі президент сөзсіз биліктен кетуі керек. Егер кетпесе, халық билік органдарын, саяси түс алатын ғимараттарды басып алуы мүмкін. 3-ші Қырғызстандағы жаңалық. Қырғызстан Ши Цзиньпин айтқандай, бір жол бір белдеу саясатындағы маңызды түйіндеп көрсеткен жер. Халық саны көп емес, бірақ мемлекеттік құрылым орнықты болмады. Халық бір түнде көшеге шығып, президенттің сарайын басып алды. Президент халыққа шамасы келмейтінін біліп, мен халықты жаныштауға, өз халқымды өзім қыруға әскер шығармаймын, орнымды беремін деп, өз еркімен биліктен кетті. Бұл халықтың алғашқы жеңісі деуге болады. 4-ші Қытай партиясының Пакистаны. Болған жер Пакистанда көтеріліс басталды. Оларда мемлекет басшысы, яғни үкімет басшысы болады. Сол қазіргі үкімет басшысы әскери адам емес, бірақ әскери қосынның көмегімен билікке келген адам. Сайлам кезінде әділдік болмады деп халық наразы болған. Ал қазір партия одақтардың бәрі, яғни 11 партия бірлесіп қазіргі билікті құлатпақшы. Кейбір жерлерде сақшылар халыққа қосылып кеткен, сондықтан әскерлер мен сақшылар арасында қақтығыс туылды. Пакистанда Қытайдың ежелгі досы. Қытай бір жол бір белдеу саясатындағы ең маңызды стратегиялық орындардың ішіндегі, маңыздылардың ішіндегі ең маңыздысы. Бұлайша айтқанда, тізе қосатын саптас одақтасы деуге болар еді.
Егер саяси өзгеріс болса, бұл да қазіргі Қытай билігіне үлкен соққы болатын болды. Осындай бірқанша ел бір уақытта өз елінде өзгеріс жасаған жағдайлар тарихта да болған. Мысалы 89 жылғы Совет одағының ықпалындағы коммунистік елдер, Польшадан тартып Чехословакия қатарлы елдер бір уақытта төңкеріс жасап билігін ауыстырған. 91 жылғы Совет одағы ыдыраған кезде де көптеген елдер өзгеріс арқылы жаңа жүйе, жаңа билік тарих бетіне шыққан. 2011 жылғы араб елдерінде де Тунис, Египет, Либия қатарлы елдерде бір уақытта билігін ауыстырған. Бұл жолда әлемдік билік ауысудың екінші толқыны 4 елде көтерілді. Адам таңғалатыны, бұл елдердің халықтары алдын ала келісіп дайындалмаған, сөз байласқан жоқ. Не үшін бір уақыт осылай болады? Бұған себеп не? Қозғаушы күш не? Әрине, оның жауабы төңкеріс туылуға себеп болатын нәрсе халықтың ыза-кегі, ашуы, халықтың мінезі. Билікке наразы болған кезде, белгілі дәрежеге, шегіне жеткен кезде халық көшеге шығады. Наразылардың саны көбейген кезде ол төңкеріске айналады. Ал не үшін барлығы бір уақытта болды деген мәселеге келсек, экономикаға байланысты. Халық тұрмысы нашарлап экономика құлдыраса бірден болатын жағдай. Өйткені қазіргі заман жеке-жеке патшалық елдер дәуірі емес, жалпы жер шары сипатындық, яғни әлемдік экономика бір-біріне тәуелді. Бүкіл әлемді бір жер шары қыстағы деп қарайтын дәуір. Экономикалық құлдырау халықаралық жағдаймен байланысты. Экономикалық дағдарысқа ұшыраса, билік дұрыс шешім қабылдамаса, билік халықтың жағдайымен санаспаса, табиғи халықтың ыза-кегі бір күнде-ақ партылайды. Оның үстіне қазіргі мына әлемдік дерт, вирус жағдайында Си Цзиньпин өте үлкен рөл атқарды. Бірінші ай кезінде тараған ауру дүниенің бұрыш-бұрышына тарады. Уханнан басталған кезде мен өзім тіке басшылық етем, қадағалаймын деген еді. Дәл өзі айтқандай, өзінің басшылығындағы вирус әзір әлемге тарап үлгірді. Адамзаттың өмірін жалмады. Былайша айтқанда, дүниедегі өзгерістердің білтесіне Си Цзиньпин от тамызушы болды. Тек бұл 4 елдің өзгерісіне себепші болған жоқ, алда тағы әлемдік өзгерістерге себепші болады. Әрине, бұл көрініс ең алдымен Еуропа елдерінде, демократиялық елдерде көрініс берді. Мысалы, 4-5 ай кезіндегі Америкадағы антипа қозғалысы, қаралар көтерілісіне қараңыз. Көшеге шығушылардың барлығы дерлік қаралар емес, ақ нәсілділер де бар. Себеп осы антипа ұйымындағыларды коммунистердің желіктіруімен Америка қоғамын былықтырмақшы болса, ондағы көп санды ақ нәсілділер осы вирусқа байланысты ашу ызасын шығару мақсатында көшеге шыққан. Демократиялық елдерде бейбіт шеру болса, сақшылар контролдап бақылап тұрады. Қатты асып кеткенде ғана ұстайды, ұстаса да дереу қоя береді. Халықтың талабын ашық айта алатын елдерде халық айтарын айтқан соң күнделікті қалыпты жұмысына, қызметтеріне кете барады. Билікті халық көтеріліп төңкеріс арқылы ауыстырмайды. Кемелденген жүйеге түскен заң бар. Демократиялық сайлам арқылы билікті ауыстырып отырады. Ал демократиялық ел емес, заң түзім кемелденбеген елдер, диктаторлық жүйедегі елдер тек қана төңкеріс арқылы ғана өзгеріс әкеле алады. Сондықтан келесі толқын осы елдерді күтіп тұр. Бұны тек халықтың жүректілігі, тәуекелшілдігі шешеді. Халық өзгеріс жасағысы келеді. Билік олай еркіне жібермейді. Содан барып халық пен билік арасында қайшылық туылады. Осыдан барып төңкеріс болады. Жоғарыда 4 елде солай. Сайлам түзімі бар, бірақ әділ емес. Қарапайым халықтың бақытты тұрмыс кешіруіне кепілдік жоқ. Сондықтан олар демократиялық бағытқа қарай көштің бетін түзегісі келеді. Ресей мен Қытай келесі төңкеріс толқынына ұшырайтын елдер. Бұлар халықтың наразылығына қатаң тыйым салатын, халықтың көшеге шығу мүмкіндігі жоқ, күресті табандылықпен жалғастыратын болса, бірден түрмеге отыратын, тіпті адам өміріне қауіп төнуі мүмкін. Халықтың өмірін тәуекелге тігетін осы елдерде халықтың үрейі басым, диктатура мығым. Осындай елде төңкеріс оңайлықпен іске аспайды, бірақ халықтың ыза-кегі өршіп, күн өткен сайын экономика құлдырап, күнкөріс нашарлайтын болса, бәрібір де бір күн жарылады. Бұл жағдай алыс емес, аз қалды.
Қытай экономикасы енді оңала алмайды. Қазіргі беріп жатқан мемлекеттік органдардың сандық мәліметінің бәрі жалған. Олардың айтуынша Қытай дүние жүзіндегі ең дамыған, ең қуатты ел, тез қарқынмен дамып жатқан ел. Шындығында олай емес. Интернет әлеміне назар салсаңыз, YouTube каналдары немесе басқа ақпараттар, TikTok роликтерінде де тарап жатқан жағдайларға қараңыз. Кез келген жерлерінде Қытайдың экономикасы құрыды. Үлкен көлемді зауыттар күйреп, алып сауда орындары жабылып жатыр. Осылай кете берсе, бәрібірде халық көшеге шығуға мәжбүр болады. Соңғы кездерде өткендегі нешіреткі кәсіпорындар характеріндегі жұмыссыздар, кархана қызметкерлерінің наразылығы орын алған Қытайда. Қазір басылған сияқты болғанымен, бұл халықтың мәселесі шешілді. Компартия халықты ойлай қалды, халықты қарық қылды деген сөз емес. Керісінше үкіметтің қарулы күш арқылы жаныштауы күшейді. Қытай қоғамы кәдімгі құлдық қоғам деңгейіне шегінді. Қытайда бір тәмсіл бар. Даюдың суды тосуы деген. Даю деген бір ақылды адам болған. Жаңбыр молайып, тасқын су басқанда оны өңірлерге бұрып, судың ағынын бәсейту, тарату тәсілімен халықтың амандығын сақтаған. Оның әкесі керісінше тасқынды бөгіп, тоспа жасаймын деп үлкен апат әкелген. Осы сияқты халықты жаныштап, қарсылық толқынды тосқан сайын ол желіп алып тасқынға айналады. Ең соңында өз түбіне өзі жететін апат болады. Биыл Қытайда жастардың жұмыссыздары молайды. Бір жылдық санақтың өзі адам қорқарлық дәрежеде көрсеткішті көрсетіп тұр. Халық үнсіз. Бұл үнсіздік әсте Қытай компартиясы үшін жақсы хабар емес. Үнсіздік деген партылау, жарылу алдындағы күш қайраттың жиылуы, күшеюі. Биылғы жыл ақырынан келер жыл ортасына дейін сөзсіз үлкен өзгеріс болады. Үшінші толқын әлемдік төңкеріс басталу алдында. Қытай мен Ресей ең үлкен әлемдік диктаторлық билік. Осы екеуі құласа, қалған Солтүстік Корея, Куба, Иран сияқты елдерде осы ең белді арқа сүйерлерінен, тіректерінен айырылса, олардың да күні батады. Қазір әлемдік екінші толқын вирус басталды. Бұл тіптен есікті қатты жауып алған, мемлекетті жабық ұстаған елдер үшін қауіпті. Экономика алда тағы құлдырайды. Әлемде үлкен өзгерістер, қозғалыстар, төңкерістер болатыны хақ. Вирус, экономикалық дағдарыс және Қытай өлкелерінің, Қытай жерлерінің ортасының ауыр дәрежеде бұзылуы, экологиялық ортаның жарамсыз болуы, энергияның сарқылуы, жаратылыстық апаттар. Осы себептерден Қытайда қазір астық тапшылығы, ашаршылық басталу алдында емес, басталып кетті. Бұрын астық сатушылар астығын өткізу үшін кезекке тұратын, ал қазір керісінше астық сатып алушылар әрбір диқандардың үйін аралап кетті. Сыртқы сауданың шипасы бітті. Ақшаның сыртқа ағылуын тежемекші болған Қытай билігі астық экспортына да әсерін тигізді. Күріш жылдағыдан 30%-ға аз өндірілген. Күріш өндіретін өңірлер су астында қалды. Астықты басып алу, яғни диқандар енді астық сатпайды. Өздері жеуге қалтырады. Жер-жердегі үкімет органдары астықтың бағасы өрлейді деп құлақтандыру шығарып жатыр. Ал жер шары сипатындық астық тапшылығына байланысты басқа елдерде Қытайға астық беруді, астық сатуды тоқтатты. Жақында бір жиналыста Ши Цзиньпин астық тапшылығын 2 рет тілге алып, аталмыш ысырапшылдықтың алдын алып, аспа-төк дастархан жаюды тоқтату деп көрсетті. Қытайда шошқа еті 80%-ға, жұмыртқа 30%-ға, күріш 20%-ға, бұршақ 30%-ға өсті. Көп адам ет пен жұмыртқа жей алмайтын болды. Басқа елдерде экономикалық құлдырау белең алғанымен, қалай дегенмен Қытайдағы ашаршылық ең қорқынышты болады. Себебі жан саны көп халық қой.